Баршаға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге өзбек ұлтының ұлттық тағамы шашпа палаудың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кетіңіздер. Бізге қажет жуа, тауықтың еті, сәбіз және де күріш. Алдымен қазанды отқа қойып, сосын сұйық майды құйып, майды қыздырып аламыз. Сосын пиязды салып, 7-9 минуттай қуырамыз. Осындай қоңыр қызғылт болғанша қуырамыз. Артынан етті салып, тағы да 5-7 минуттай қуырып аламыз. Артынан сәбізді саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, 5-6 минуттай қуырып аламыз. Минуттай қуырылып болғаннан соң алдын ала қайнатылып дайын тұрған суды құямыз. Енді қазанның бетін жауып, толық қайнап шыққанын күтеміз. Қайнап шыққаннан соң баяу отта бір келік етіп шамамен 20 минуттай қайнатамыз. Алдын ала күрішті 2-3 рет мұздай суда жуып аламыз. 20 минуттай қайнағаннан кейін палаудың суы тартыла бастайды. Осы кезде күрішті салып палауды демдейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, су осылай күріштің бетінен ғана болғаны дұрыс. Міне осылай толықтай су тартылғаннан кейін күрішті екінші бетіне аударып, бір келкі етіп, содан соң шамамен 25-30 минутқа демдеп қоямыз. Ал міне көріп тұрғандарыңыздай шашпа палауымыз дайын болып қалды. Мен осылай чучук салатын жасап жібердім. Сіздер жасап көріңіздер. Ал палау дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздер жасап көріңіз, отбасыңызды қуантыңыз. Ас болсын.